Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы индустрияландыру. Түрксіб темір жолы. Тұлпар Тальго сөз мәдениеті. Ендеше балалар, сабағымыздың мақсаты мәтіндегі негізгі ойды анықтау, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдей білу, белгілі бір тақырып аясында сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолдана білу. Бағалау критерийіміз мәтіндегі негізгі ойды анықтап, мәселеге баға береді. Белгілі бір тақырып аясында сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолданады. Сабағымызды елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының іздеген сайын табылып, игерген сайын көбейе беретін бір ғана қазына, бұл индустрия мен инновация деген сөзімен бастағым келіп тұр. Енді балалар, тапсырмаларға көшетін болсақ, қазір сіздердің назарларыңызға бейнебаян және презентация материалдары ұсынылады. Сол материалдар бойынша түртіп алу әдісімен негізгі мәліметтерді анықтайсыздар. Дескриптор мәтінді мұқият тыңдай алады, негізгі мәліметтерді анықтай алады, мәтіндегі мәселеге баға бере алады. Тамаша балалар, яғни берілген бейнебаян мен презентация материалдары бойынша негізгі мәліметтерді анықтап алдық. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Мәтінмен жұмыс. Сканерлеу әдісі бойынша мәтіндерге көз жүгірте отырып, ондағы негізгі ойды анықтаймыз. Мәтіндерде қандай мәселе көтерілген деген сұрақтарға жауап береміз. Дескриптор мәтіндердегі негізгі ойды таба алады, мәтіндердегі мәселені анықтай алады. Тамаша. Берілген тапсырмалардың бәрін өте жақсы дәрежеде орындады деп сенемін. Енді балалар, попс формасы бойынша сабағымызды қорытайық. Бірінші сөйлем менің ойымша. Екінші сөйлем себебі мен оны былай түсіндіремін. Үшінші сөйлем оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем осыған байланысты мен мынандай қорытындыға келдім деп өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Ойды аяқта тәсілімен сендердің алдарыңда 4 сөйлем берілген. Бүгін мен не білдім, маған не қиындық тудырды, мен не үйрендім және қолымнан не келеді. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.